Сәлеметсіздер ме? Жібек жол телеарнасында жаңалықтар. Студияда Айгүл Әбілқали, сурда аудармашы Бағдаулет Қожбанов. Елімізде жасыл энергетиканың үлесі 6%. Соның ең ірісі Ақтөбе облысында орналасқан Бадамша жел станциясы. Бүгін осы өңірге жұмыс сапармен барған Олжас Бектенов аталған нысанның жұмысымен танысты. Желден қуат өндіретін станцияны италиялық Eni энергетикалық компаниясы салған. Оған 69 миллиард теңге жеке инвестиция қойған. Нысан сағатына 195 гигаватт қуат өндіреді. Бұл 37 мың үйге жететін энергия. Ең бастысы, оғаны ластайтын көмір қышқыл газын 172 мың тоннаға қысқартқан көрінеді. Ал елдегі ескі жылу электр орталықтарының 70% көмірге тәуелді. Тозған инфрақұрылым энергия тапшылығын тудырады. Мұның мысалы, Қазақстанның солтүстік өңірлері мен Ресейден электр қуатын сатып алып отырған Ақтөбе облысы, деді Олжас Бектенов. Осы жаңартылған энергия көздерінің энергиясы тұрақты болмағандықтан газбен жұмыс жасайтын электростанциялар салып жатырмыз. Қазір республика бойынша 2000 мегаваттан астам салынып жатыр. Тағы аукцион өткізіп, оның үстінде Ақтөбе облысында да тағы 200 мегаватт салынады. Бірақ жаңа үлкен ірі кәсіпорындарда болып жатырмыз. Қазақстанның экономикасы даму қарқыны өте жоғары, сондықтан біз болжам бойынша болашақта 2035 жылға шейін 150 миллиардтан астам киловатт сағат электр энергия керек болады. Ал біздің бар электростанцияларымыз оны толық қамтамасыз ету мүмкіндік жоқ. Сондықтан біз диверсификация жасауымыз керек. Оның бір жолы атом электростанциясын салу мәселесі. Қазақстандықтардың 60% АЭС салуды қолдайды. Стратегиялық зерттеулер институты әлеуметтік сауалнама нәтижесін жариялады. Бұл тыңғылықты түсіндірме жұмыстардың нәтижесі дейді олар. Бірақ жұрт жадына жетпей тұрған мәселелер де жоқ емес. Бұл туралы әріптесім Алтынбек Әмет айтып береді. Демократия институты жүргізген сауалнамаға елдің 17 өңірінен 8 мыңнан аса тұрғын қатысқан. Арасында атом саласына қарсы тараптар да әлі нақты шешім қабылдай алмай жүргендер де бар. Бұл елдің әлі де жасыл энергетиканы дұрыс түсінбеуінен дейді мамандар. Үйді аралап халық пікірін тыңдаған жандар әлі де қолдаушылар көбеюі мүмкін деген пікірде. Сауалнаманың негізгі мақсаты ол жергілікті жалпы Қазақстанның әрбір аумағындағы респонденттерді тауып, олардың пікірін білу. Ең басты құрылғы ол планшет, негізгі зерттеу әдісі ол face-to-face. Демасков халықаралық агенттігі жүргізген былтырғы сауалнамада елдің 50% ғана ураннан энергия өндіруді дұрыс деп санаған. Яғни бір жылда Бұқараның басым бөлігі тұрақты энергияға бетбұрыс жасады деген сөз. Бірақ көптің көңілін күптететін мәселелер де жетеді. Мысалы, 8 мың адамның 49% атом халық денсаулығына кері әсер етеме деп қорқады. 42% қоршаған ортаға алаңдайды екен. АЭС салынатын аймақтың даму процесін 15% әлі де білмейді. Қалғаны радиоактивті қалдықтардың қайда кететінен хабарсыз. Реактор 8 балл землетрясения жер сілкінісіне қарсы береді. 56 метр секунд желге тұрады. Су тасқынына, тіпті самолетпен соқтығысқанда шыдайды. Қалыңдығы 1 метр бетон. Сыртқы қабығы, ішкі қабығы 8 миллиметрлік болатпен қапталған, толығымен қоршаған ортадан оқшауланған. Кез келген радиоактивті шығыс болған кезде, материалдың шығысы болған кезде осы контейнердің ішінде толығымен қалады. Не де болса Қазақстандағы АЭС-тің тағдыры 6 қазанда шешілейін деп тұр. Соңғы сауалнамада бұл мәселеде қозғалған. Сандарға сенсек, жұрттың 41% өз таңдауын жасауға мүдделі, ал 17% уақыт болса барамын деген. 19% әлі шешім шығармапты. Мүлдем қатыспайтындардың үлесі 17% төңірегінде. Алтынбек Әмет, Әлихан Сатылған, Жібек жолы. Біраз әскери шенінің қызметі қыл үстінде. Қорғаныс министрі әуе қорғанысы күштерінің қолбасшысы қызметінен босатуға өтініш берген. Ол генерал-майор Нұртас Қабақов. Ал оның тәрбиесі жөніндегі орынбасары полковник Талғат Сыздықовты атқаратын қызметіне сай емес деді. Бүгін аттестаттау комиссиясының отырысы өтіп, әскердегі әлімжеттік мәселесі көтерілген. Жиында Руслан Жақсылықов генералдарға шүйлігіп әскери шенділерді сынады. Жоғары лауазымға қол жеткізіп алған соң босаңсып қалдыңдар ма? Дегендеріңе қол жеткіздіңіздер. Болды ма? Қоғам бізден нені талап етеді? Біріншіден жастардың өмірін сақтап қалу. Сендер алдымен қол астындағы адамдардың өміріне жауаптысыңдар. Олардың жұмыс істеуіне барлық жағдайды жасау керексіңдер.
Соңғы 3 жылда Қазақстанда 270 әскери қызметкер көз жұмған, ал соңғы 4 жылда әскерде 86 суицид тіркелсе, тағы 20-сы өз-өзіне қол салуға оқталған. Бұл әскери прокуратураның мәліметі. Осыған қатысты депутаттар дабыл қағып, министрден армиядағы келеңсіздіктің алдын алу шараларын қабылдауды талап етті. Сарбаздардың өміріне сала басшылары жауапты. Президент жолдауында мұны шегелеп айтты. Жастар әскерге отан алдындағы борышын өтеуге барады. Міндетін алаңсыз орындау үшін ең алдымен темірдей тәртіп болуы тиіс деді. Қарулы күштер мен басқа да күшті құрылымдар осы талапты мүлтіксіз орындауы міндет. Армияда осындай келеңсіз жағдайларға басшылық бірінші кезекте жауап беру керек дегенді президент өз сөзінде айтты жолдауда. Енді одан артық, одан бір нақты сөз айту қиын шығар. Әрине, әскердегі жағдай қазір көпшілікті алаңдатып отыр, оны түсінуге болады, өткен барлығы өз балаларын сол әскерге жіберіп жатыр. Соларды уайымдайды, шүберекке жан түйіп күтеді. Бұл өте түсінікті жағдай, бірақ бұл жерде біз бір нәрсені ара-жігін ажыратып алуымыз керек. Бізде мемлекет алдындағы борыш бар. Әскеріміз осындай деп, мемлекеттік алдында борышты өтемеу деген, меніңше екеуі жалпы елдік мәселеде, елдік көзқарасқа сай келмейтін дүние. Қатерлі ісікке шалдыққандар елден шықпай көмек алады. Қазақстан халқына қоғамдық қоры үкіметтің онкологиялық ауруларда қаржыландыру жоспарына қосылды. Бұл туралы аталған қордың төрағасы уәде бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Десе де үкімет қордың қызметіне кірісе алмайды дейді Болат Жәмшев. Яғни демеушілерден түскен қаржыға дәмесі болмайды. Бағдарламаның толық нұсқасын бүгін сағат 19:30-да көре аласыздар. Всех онкобольных за рубеж не отправишь. Бірақ бәрін бірде жіберу мүмкін емес. Олар елде емделуі тиіс. Сондықтан біз бюджеттің қаржы бөлуі неғайбыл деген дәрілерді алдыруға жәрдем береміз. Бұл таргетті, яғни әр адамға қолданылмайтын препарат. Оны генетикалық тексеріспен ғана береді. Осылайша біз қатерлі ісікке шалдыққандарды бүкіл елде бар хаттамаға сәйкес емделуін қалаймыз. Әйгілі саясаттанушы, философия ғылымдарының докторы Бари Бузан Астанаға келді. Ол мұнда ел аралық және өңір аралық мүдделер, жаһандық тепе-теңдікті сақтау тақырыбында дәріс оқыды. Аты аңызға айналған Лондон экономика мектебінің профессорын тыңдауға белгілі ғалымдар, дипломаттар мен сарапшылар жиналды. Іс-шараның ашылуында сөз сөйлеген мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин елімізге арнайы келген профессорге алғыс білдіріп, жаһандық орнықты даму, жалпыға бірдей қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысты ой пікірімен бөлісті. Өз кезегінде Бари Бузан өркениет аралық диалог орнату, бейбітшілікті сақтау және біртұтас қауіпсіздік кеңістігін қалыптастыру туралы сөз қозғады. Қостанай облысында фермерлер аграрлық несие корпорациясынан күзгі жиын-терім жұмыстарын жүргізуге қаржылай қолдау алды. Несие тек 5% мөлшерлемемен берілген. Бұл фермерлерге астықты еш қиындықсыз жинап алуға мүмкіндік береді. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Қазір егіс алқаптарында орақ науқаны қызғаншақ. Түсім жаман емес. Нұртоба қожалығы гектарына 11 центнерден өнім алуда. Егін бітік шығады деген болжам болғанымен, күн райының жиі құбылуы дәнді дақылдың пісіп жетілуіне кедергі келтірген. Мұндай қысылтаяң шақта аграрлық несие корпорациясы шаруаларға үнемі қолдау көрсетеді. Бұл қаржы ұйымын шаруаларға тиімді түрде көмек көрсететін жалғыз мекеме деп айтуға болады. Қазір 5%-дық кең дала 2 бағдарламасы да бар. Бұл біз үшін өте тиімді. Кең дала 2 пошла программа под 5%. Это вообще хорошая программа, считаю. Биыл кең дала және кең дала 2 бағдарламалар аясында Қазақстан бойынша көктемгі егін егу мен күзгі жиын-терім жұмыстарына 320 миллиард теңге шамасында қаржы бөлінді. Агроном Василий Капистерницкийдің айтуынша, қаржылай қолдаусыз бұл істі дөңгелетіп әкету мүмкін емес. Себебі науқанның тәуекел тұстары да бар. Выращиваем масличный на площади 1500. 1550 гектар алқапқа майлы, ал 7,5 мың гектар жерге дәнді дақылдар ектік. Оның 1075-і қатты сұрып. Біз қазір орташа есеппен 12 центнерден өнім алып жатырмыз. Жұмсақ дақылдарды оруға көштік.
Аграрлық несие корпорациясы тағайындаған бағдарлама шарттары еліміздегі агросекторды қолдауға бағытталған. Зайымды еш кедергісіз беру мен аз проценттік несиені қайтару мерзімі өте тиімді. В текущем году Корпорация биыл ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілердің келесі көктемгі және күзгі жиын терім науқанын уақытылы өткізулер үшін қолдау көрсетеді. Фермерлердің кең дала 2 бағдарламасы арқылы жылдық 5% мөлшерлемесімен қаржыландырады. программе Кендала 2 по ставке 5% годовых. Биыл алғаш рет фермерлерге кепіл мүлкі жетпеген жағдайда даму қоры 85%-дық кепіл беретін болды. Биыл республика бойынша қаржыландырудың жалпы сомасы 700 миллиард теңгені құрайды деп жоспарланған. Аслан Иса, Любовь Аплачкина, Қайрат Елеусізов, Жібек жолы, Қостанай облысынан. Батыс Қазақстан облысында 2025 жылы күн электр станциясы салынады. Сондай орман қорын дамыту қолға алынып жатыр. Бұл мәселелер бүгін Уральск Green Forum 2024 халықаралық форумында айтылды. Биыл 7-ші мәрте өткен шараны облыс әкімдігі мен Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы бірлесе ұйымдастырған. Оған экологтар, депутаттар мен табиғат пайдаланушы компаниялар, сондай-ақ салалық қауымдастықтар мен сарапшылар қатысты. Өңірдің экологиялық проблемаларын шешу үшін 17 бағытты қамтитын жол картасы дайындалған. Оның аясында жылу электр орталығы айналымды сумен қамтамасыз етілді. Осы орайда Жайық өзенінің суын оңтүстік аудандарға бағыттайтын арна салынды. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мақсатында 2025 жылы күн электр станциясы салынады. Облыс әкімі орман қорын дамыту шараларына да тоқталды. Мемлекеттік орман қорының 2020 гектар алаңында 7 миллион 600 ағаштар отырғызу бағытында жұмыстар жалғасуда. Орман мекемелерін материалдық техникалық жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Биылғы жылы 35 техника сатып алынды. Орман өрттерін уақытылы анықтау бағытында лесохранитель жүйесі орнатылды. Жасыл экономика тұжырымдамасын іске асыру экология саласында байланысты арттыру, озық қолжетімді технологияларды енгізу бағытында кәсіби мамандардың пікірі мен тәжірибесі маңызды. Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы мұндай алаңның тиімді ынтымақтастыққа сеп боларына сенімді. Жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорында қоршаған ортаны ластағыш заттардың көлемін төмендету, тың технологияны тиімді қолдануға басымдық беріледі. 200 мыңға жуық біздің енді жоба бойынша қысқартқымыз келеді CO2-ны. Суды қайта қолдану жөнінен утилизация отходов дейді ғой. Сол жағынан да біршама жұмыстар жүргізіп жатыр КПО. Жиында сала мамандары мен сарапшылар климаттың өзгеруі жағдайында аймақтың тұрақты дамуы мәселелерін талқылап, өзара тәжірибе алысты. Біржан Амангелдіұлы, Самат Мусин, Жібек жолы, Батыс Қазақстан облысынан. Төрт тілді тең меңгерген қазақ баласы жаһан жұртын тәнті етті. 11 жасар Бекнұр Жәнібектің әлемге танымал блогер UG-ге берген сұхбаты желіде миллиондаған қаралым жинаған. Қол-аяқ болмаса да көптен озған жеткіншек қазақ, орыс, ағылшын және француз тілдерінде еркін сөйлейді. Кішкентай полиглотпен әріптесім Жанель Нұрболат тілдесіп келді. Ендеше сюжетке зер салайық. Сәлем Бекнұр. Salut, c'est Yuji. Pourquoi tu parles français? Je parle en français parce que j'ai habité en France pour 2 ans. What makes you happy in life? What makes me happy in life is my motivation. Бұл видеоны әлеуметтік желіден көзіңіз шалған болар. Қай тілде сұрақ қойсаң да мүдірмей жауап беретін қазақ баласына полиглот блогер таңдана қарап тұр. Юджи 10 тілде сөйлейді. Бекнұр да соған талпынып жүр. Қызығушылықтары бірдей болғасын шығар, екеуі тез тіл табысты дейді Бекнұрдың анасы. Бекнұр Юджиді үлгі тұтады. Желідегі бейне жазбаларын жібермей қарайды. Блогердің Қазақстанға келе жатқанын көріп, кездесуге ұсыныс жасадық. Ол бірден келісті. Екеуінің сұхбатын желіге жүктегеніміз сол еді, әлемнің түкпір-түкпірінен жылы лебіздер көптеп келді. Бекнұр білім мен өнерді қатар алып жүр. Өмірге құштар жеткіншек ағылшын тілінен республикалық олимпиаданың жеңімпазы, Евровижн 2021 ән байқауының 1-ші орын иегері. Жасынан ән айтты бастан. Менің әкем ападым Евровидениеға. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Қол-аяқ жоқ болса да бәрі мүмкін. Мақсатқа жетуге болады. Дарынды жеткіншек қазақ тілінде осыдан 1 жыл бұрын сөйлей бастаған. Оған дейін отбасымен ұзақ уақыт әуелі Америкада, сосын Францияда тұрған. Бірақ Бекнұр туған жерін қатты сағынатын. Оның үстіне 3 тілді біле тұра ана тілінде сөйлемейтіні оны қынжылтатын. Сондықтан шет тілде халық әндерін жиі айтып жүр дейді анасы. Ісіміз тасып жатыр, алға бастық жеделден.
Бектемісовтер отбасы елге былтыр қайта оралған. Қазір Бекнұр қазақ мектебінде оқиды. Бала білімге құштар, өмірге деген талпынысы өте зор. Әрбір сабақты мұқият тыңдап, үй жұмыстарын тыңғылықты орындап келеді. Бекнұрмен біз мақтанамыз сыныбымыз. Бекнұр болашақта IT маман болғысы келеді. Талабы таудай өрен арманына ұмтылуды қазірден бастап цифрлық технологиялардың қыр-сырын үйреніп жүр. Жанел Нұрболат, Алмат Меңдібаев, Жібек жолы. Қымбатты көрермен, жаңа уақыт осымен тәмам. Әрі қарай кезек орыс тіліндегі жаңалықтарда студияда әріптесім Айгүл Мөке. Айгүл ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Көп рахмет, біз әрі қарай жалғастырамыз. Итоги пятницы мы расскажем в программе «Новое время». В студии Айгүл Мөке и сурдопереводчик Бахдаулет Кожбанов. Добрый вечер.